көріп жатырмыз. Тарауды айта қойшы. Су тіршілік көзі. Жақсы, су тіршілік көзі. Ал балалар, біздің айналамыздың 1/3 бөлігін не алып жатыр? Су алып жатыр екен. Жақсы. Ал енді балалар, судың қандай қасиеттерін білеміз? Су сұйық. Жақсы. Су таза, жарай, судың түсі жоқ. Жақсы. Ал Ерсұлтан айта ғой. Су қою ма? Сұйық, е? Су сұйық екен. Жақсы балалар. Су туралы көп деген мағлұмат біледі екенбіз, е? Ал енді судың қандай түрлерін білеміз? Су мұхит, өзен, бұлақ, жақсы жарайды, теңіз, өзен. Ал жақсы балалар, біз көлдердің түрлерін біледі екенбіз, яғни сулардың түрлерін білеміз. Енді балалар, осы қазір өзен, көл, бұлақ деп 3 топқа бөлінейікші. Ершат бөле қойшы балаларды. Көл, бұлақ, өзен. 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 Жақсы балалар. Енді өзен, көл тобы мына 1-ші топқа отырамыз. Өзен тобы 2-ші топқа, бұлақ тобы 3-ші топқа отырамыз. Ал жақсы балалар, тағы да біз бүгін жаңа тақырыбымыз жануарлар суды қалай ішеді. Жануарлар суды қалай ішетінін білгілерің келе ме балалар? Иә. Ендеше бүгінгі сабағымыз жануарлар суды қалай ішеді тақырыбымыз. Бүгінгі мақсатымыз осы балалар. Шығарманы іштей саналы түрде түсініп оқып, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, сын дұрысынан бағалап оқу екен. Ал ендеше балалар, бүгін қазір біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз әдебиет оқуымыз ашыламыз. 90-шы беттегі жануарлар суды қалай ішеді деген өлең иә балалар. Енді сендерге тапсырма. Қазір көзбен іштей барлығымыз мәнерлеп оқимыз өлеңді. 5 минут уақыт беріледі. Ал кеттік бастаймыз. Іштей мәнерлеп көзбен оқимыз. Енді балалар, қазір біз осы өлеңді сендердің аулаларында өлең шумақтарында ойын ойнаймыз. Өлең шумақтарын балалар тақтаға қай жануар қалай ішетінін айтып шығамыз, иә? Оған 2 минут уақыт беріледі. Ал кім? Бірінші көл тобымыз, иә? Кім оқиды? Алдияр оқиды ғой? Ал балалар сіздер оқия, тыңдап отырыңдар, иә? Шашыратып шығандар, жалап-жалап шейді, жан-жағына ұрылдап, қарап-қарап шейді. Себебі не ондағы тым қызғаншақ болғаны. Бұл қай жануар екен балалар? Ит. Дұрыс па балалар? Иә. Иә, дұрыс екен. Ит.
Жақсы, жарайсың Алидар, отыра қой. Екінші шыға жасая. Қойлармен таласып, иықтасып піседі, әркімге бір жанасып, пісіп, қасып піседі. Себебі не сондағы қызық болғаны. Бұл қай жануар екен? Ешкі. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Ала қой. Суретін жабыстыра қой. Жарайсың. Отыра қой Жансая. Жақсы. Ал енді күн тобынан тоқтау, өзен тобынан шыға қой. Күн шығады, асандар шыға қой. Жан-жанға елінде үзіп-үзіп пішеді, тұнық суға тереңдеп жүзіп-жүзіп пішеді. Себебі не сондағы тым талғампаз болған. Бұл қай жануар екен? Жылқы ма балалар, дұрыс па? Дұрыс, жасы. Жарайсың асандар, жабыстыра қой. Жақсы, жарайсың, отыра қой. Тағы да кім? Ақбота шыға қой. Мадина шыға қой. Мәденлеп оқимыз, е балалар? Ұзын мойын қышыққа бұрып үшеді, асық мейлі асыққа тұрып ішеді. Себебі бұл не? Сабырлық болғаны. Бұл қай жануар екен, Мадина? Түйе. Түйе, дұрыс па балалар? Дұрыс, ала ғой. Түйенің суретін аяққа жабыстыра қой. Жақсы, жарайсың, отыра қой. Ал, Ақбота шыға қой. Бас алмастан сіміріп, демді қанып қалады, томпан жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы адал момын болғаны. Жақсы. Бұл қай мал екен? Қой. Дұрыс па балалар? Ал, қойдың суретін ал, жабыстыра қой. Жарайсың. Ал енді бұлақ тобынан кім шығады? Кәусар шығады. Әдемілеп оқимыз, е? Қара мұның айласы байқап ішеді, шыңырап мүйіз дәу басын шайқап ішеді. Себебі не сондағы сәл мазаңдау болғаны. Жақсы. Бұл қай көл екен? Сиыр. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Ал, сиырдың суретін ал, жария қой. Жарайсың, Кәусар, отыра қой. Ал, ешқұттан шыға қой. Көзін жұмып көлгірсіп, жауап жерді бәрін өзі білгірсіп, санап жерде. Себебі не сондағы сонша саран болғаны. Бұл қай мал екен? Мысық. Жарайсың. Дұрыс па балалар? Мысық екен. Жарайсың, Ерсұлтан. Отыра қой. Ал, жақсы балалар. Біз қандай бүгінгі тақырыбымыз не екен сөйлем? Суды қалай ішетін? Яғни жануарлардың суды қалай ішетін білдік па? Білдік, я? Яғни қой қалай ішеді екен? Қой малы қайтып ішеді екен? Сіміріп ішеді екен, я? Жақсы балалар. Ал жылқы қалай ішеді екен? Үзіп ішеді екен. Жақсы. Жарайсыңдар. Сендер бірінші тапсырманы жақсы деген баға орындап шықтыңдар. Ал енді қазір біз екінші тапсырманы орындаймыз. Ол екінші тапсырмамыз қандай сусындарды білеміз. Яғни қандай сусындарды білеміз біз? Айта қойыңызшы мені. Айран, тағы да шұбат, тағы да су. Süt,
Енді қазір алдарында қағаз тұр. Пайдалы сусындар деген тақырыпқа постер қорғаймыз. Яғни ол жерде сендерде суреттер тұр. Қандай сурет? Сол суреттерді қараңдаршы балалар, ол жерге не жазамыз? Постерге сендер сусындардың қандай ерекшелігі бар, ол қандай малдан жасалынады, яғни сүті қандай жануарлардан алынады екен, сол ойларыңды жаза қойыңдар. Ал бір топтасып бірге отырып мына жерге жасай қойыңдар. Сендерге 5 минут уақыт беріледі. Ал балалар топтасып бірлесіп жұмыс жасаймыз. Балалар бірігіп жасаймыз, иә? Не болып жатқан жоқ па? Өзен тобы жаза қойды.
енді балалар келесі топтарды байқаймын. Бір-бірімізді тыңдау үшін келесі топтардың болғанын аяқтағанын күтейік. Al енді өте көбі жылдардың бұлақ буымен көл тобы өте белсенді танытып балалар тез-тез орындапты. Ал өзен тобы сіз белсенді болайық тез-тез. Ал енді өздеріңіз өздеріңіз қорғайын. Жақсы. Ал балалар үш топта болу не қосылар болған? Бірінші болып аяқтаған бұлақ тобы алып шыға қойында өз қосыларын қорғанда. Ал енді балалар, әріптестерімізді тыңдаймыз. Бірінші бұлақ тобын тыңдаймыз, е? Бұл сусынның аты Шұбат. Шұбат түйе малдар алынады. Түсі ақ, дәмі тәтті, адамның денсаулығына пайдалы. Жарайсыздар. Тағы да ол өте адамның денсаулығына пайдалы дейді. Жарайсыздар. Ал бұлақ тобына қошемет көрсетіп қойып, балалар қалай болады? Жақсы, отыра қойыңдар. Ал екінші болып аяқтаған көл тобы шыға қойыңдар. Бұл қымыз жылқы сүтінен жасалады. Ол кейбір ауруға ем, дәмі қышқыл болып келеді. Үлкен кісілер мал баққан кезде қымызды торсыққа құйып шөлдеген кезде ішеді. Жақсы. Ал бұл айран. Айран сиырдың сүтінен жасалады. Дәмі тәтті болады. Шөлдеген кезде шөлді қандырады. Айранның түсі ақ. Жақсы, балалар. Қошеметтеп, шапалақ бағалайды. Жақсы, жарайсыздар, отыра қойыңдар. Ал келесі топ, өзен тобы өз топтарын қойыңдар. Судың пайдасы өте көп. Су түссіз, дәмсіз, мөлдір және таза. Ал судың пайдасы оны мал ішеді, адам ішеді және де бақша суғарып тазалықты сақтауға болады. Ал шырын дәмді, пайдалы, дәрумендер көп. Шырынды көбінесе қолдан жасап, не болмаса дүкендерде сатып алуға болады. Жарайсыңдар. Ал өзен тобына шапалақ қойыңдар. Ал жақсы балалар, сендер бүгін постердарында жақсы деген бағадан көрсетіп, жақсы қорғап шықтыңдар. Енді шаршаған шығасыңдар, иә? Бір серіктік жатып жасайық. Серіктікті балалар, мен ойын арқылы жасадым деп тұр. Ақиқат және жалған деген ойын арқылы біз серіктік қалайды. Қазір мен сендерге сұрақ қоямын. Сендер соны ақиқат немесе жалған деп қана жауап бересіздер. Түсінікті ме? Біз бүгін жануарлар туралы өткендіктен осы жануарлар туралы мен ой
Tüye buzavlaydı. Жалған екен бала. Қой мөңірейді. Сиыр боталайды. Жалған екен. Жақсы балалар, сендер бүгінгі тақырыпты өте жақсы түсінген екенсіздер. Ойыннан да көрсетіп жатсыздар, иә? Енді балалар, қазір біз дәптерімізді ашайық. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізде 38-ші бетті ашайық барлығымыз. Жасай ашамай дәптерімді. 38-ші бетті ашамыз. Дәптермен жұмыс жасайық. Ал жақсы балалар. Суды қалай ішеді? Яғни сендерде жануарлардың суреттері берілген. Дұрыс тапсырмада, иә балалар? Жануарлар туралы сызба кесте толтырамыз. Яғни жаңа біз білдік қой, жануарлар сиыр, жылқы қалай су ішетінін, иә? Ол қандай және суды қалай ішеді? Ал кеттік тапсырманы орындаймыз. Пиралия ашамыз. Мына жерде қандай қажет сөздер бар? Әдемілеп, көркем жазумен әдемі жазамыз, иә балалар? Бірінші тапсырма болдық па балалар бәріміз? Жақсы, енді екінші тапсырма. Бәріміз сақтау үшін қажет сөздерді жазып ал деді. Бізде қандай сөздер болды сақтау үшін? Қандай жануарлар түрлерімен таныстық? Жылқы, қой, ешкі, түйе, сиыр. Жарайсың. Бұлар барлығы қандай жануарлар екен балалар? Үй жануарлар ма, жабайы жануарлар? Үй жануарлар екен. Жарайсыңдар. Енді соны екінші тапсырмаға жазамыз. Қандай жануарлар түрлерімен кездестік, таныстық, иә? Жазамыз. Көркем жазумен асықпай әдемілеп жасамыз балалар.
семантикалық тартады. Осы семантикалық тарта бір-бірден жетіп тұрғанда соны толтырып шығамыз. Ал 2 минут уақыт беріледі. Білеміз ба балалар семантикалық тартаны қалай толтыру керектігін, иә? Ал жақсы 2 минут уақыт беріледі. Апай болдым. Апай болдым. Апай болдым. Жақсы болса, бағымыз парақымыз парақымыз қояйық. Төбесіне аттарын жазда салды. Болды ба балалар? Болса барлығымыз парта үстіне қояйық. Ал енді балалар болса ал жақсы балалар болса, енді сендердің алдарыңда стикерлер тұр, иә? 2 қызыл түсті және 1 сары. Енді оны белгілейсіздер. Белгілейсіздер. 2 жұлдыз, 1 тілекпен белгілейші. Қане әр топтас өз ойларын жазады. Бір стикерлер жазыңдар. Бір тілек жазасын. Сабақтың соңына келіп қалды. Рефлексиясы. Бүгінгі сабақтан алған нәрселері байт сонады 2 жақсы жағына, иә? Бір ұсыныс, яғни болды ба балалар? Иә. Жақсы. Өзен тобы болыпты.